қымбатты көрермендерім, бүгін сіздерге мен тағы да 30 минутта дайындалатын тез жылдам дайын болатын тағамды ұсынғалы тұрмын. Соны сіздеріміз қазір жасап көрейік. Тез дайындалатын керемет тағамды жасау үшін бізге керекті азық-түлік. Біз кішкене тауықтың етін алдық. Сосын қозы құйрықтың науқанында қозы құйрық алдық. Саңырауқұлақ деп айтасыз ба, қозы құйрық деп айтасыз ба. Сосын түрлі түсті гүлді қырыққабат алдық. 1-2 бұрыш, пияз, сосын қызанақ, сосын бізге томат керек. Қазір бастайық. Міне табаға келдік. Жағасына кішкентай ойында қырыққабатты қозы құйрықты, сәбіз, картоп қостым, қызанақты, сосын бұрыштарды әдемілеп салып қойдым. Енді қазір ортасына қорытып отқан етті саламыз. Міне бәрін орналастырып, етін ортасына қойдық. Енді мынау томат пастасын жаңа 2 қасық алғанбыз. Енді соған 2 пиала су құйып, дәмдеуіштерін салып, үстіне құюымыз керек. Сөйтіп жай отта жарты сағат қайнатып алыңыз. Болды. Міне керемет тағам жарты сағатта дайын болатын керемет тағам дастарханға келді. Көріңіздер. Міне дәмін көріп отырмыз, керемет болған. Енді осы әдіспен де жасап жүріңіздер. Жарты сағатта 30 минутта дайын болатын тағамдарды мен көбірек жасап жатырмын каналымда. Сіздер жұмыстан келіп тезірек дайындап алсын деп. Сондықтан бағалаңыздар, ойларыңызды ортаға салыңыздар. Мен инста парақшама да кіріп жүріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.